Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі біздің тақырып емен ағашы. Здравствуйте, ребята! Сегодняшняя наша тема – дерево, дуб. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Емен, дуб, көп жасау, жить долго, сая, тень, жаңғақ, орех, қабық, кора, дың, ствол, бұта, ветка. Бірінші тапсырма, сұрақтарға жауап бер. Қандай ағаш атауларын білесің? Какие названия деревьев ты знаешь? Саған қандай ағаш ұнайды? Какое дерево тебе нравится? Ағаш отырғызып көрдің бе? Ты когда-нибудь садил дерево? Ағаштың пайдасы қандай? Какая польза от дерева? Жаңа сөздерді менімен бірге оқы. Прочитай вместе со мной. Емен, дың, жаңғақ, қабық, бота. Екінші тапсырма. Емен ағашын сипаттап айт. Суретті пайдалан. Опиши дуб. Используй картинку. Үлгі, пример. Емен ағашы өте үлкен және биік. Емен ағашының бұталары жуан. Бұл ағаштың жапырағы жасыл. Емен ағашының діңі қалың, қабығы қатты. Емен ағашының жаңғағы жасыл болады. Үшінші тапсырма. Ғаламтордан емен туралы мәлімет ізде. Найди в интернете информацию про дуб. Ответь на вопросы. Емен ағашы қанша жыл өседі? Сколько лет растет дуб? Емен 800 мың жылға дейін өмір сүреді. Емен ағашының биіктігі қанша метр болады? Сколько метров высота? Биіктігі 40 метр. Діңнің жуандығы 2 метрге дейін жетеді. Емен ағашының қандай пайдасы бар? Какая есть польза? Қабығы мен жаңғағы емдік мақсатта қолданылады. Ал жас жапырақты бұтақтарынан сыпыртқы жасап моншада пайдаланады. Діңі мықты болғандықтан әдемі де қымбат есіктер мен едендер осы емен ағашынан жасалынады. Емен өте мықты ағаш болғандықтан құрылыста жиі пайдаланылады. Мәнерлеп оқы. Прочитай выразительно. Білуші едім еменді, ең мықты ағаш дегенді, жапырағы жайылған, саясы бар көлемді. Жерді бүріп бауырдан, нәр алады жауыннан. Көп жасайтын кәремен, қорықпайды дауылдан. Нұрсұлтан Әлімқұлов. Бесінші тапсырма. Емен мен қайыңды салыстырып айт. Сравни дуб и березу. Қайың еменнен биік. Еменнің жапырақтары жасыл түсті. Жапырақтары болғандықтан емен бұтақтары көрінбейді. Емен сабағы қара қоңыр. Еменнің жүздеген, тіпті мыңдаған жапырақтары бар. На этом мы закончили урок. Подпишись, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.